Бөгет. Ертеде бір патша сарайына кіретін жолға үлкен таспен бөгет қойғызыпты. Өзі не болар екен деп сарайының терезесінен қарап отырыпты. Таңертеңнен түске дейін сол елдің байлары мен саудагерлері және тағы да көп адамдар осы жолмен жүрсе де, барлығы да жолды бөгеген үлкен тасты айналып өтіп, патша сарайына кіріпті. Олардың көпшілігі патшаны халықтан алған алым салығымен жолды жөндетудің орнына осындай үлкен бөгеттер жасады деп сын тезіне алған екен. Ең соңында сол жолмен патша сарайына азық-түлік, жеміс-жидектер әкеле жатқан диқан жігіт көтеріп келе жатқан заттарын жерге қоя тұрып, үлкен тасты жолдың шетіне қарай итере бастайды. Қатты терлеп шаршаса да, тасты итере-итере жолдан тайдырады. Сосын жердегі жеміс-жидек салған себетін алып, қараса, оның қозғалтқан тасының орнындағы кішкентай тесіктен дорбаның аузы көрінеді. Ашып қараса, тола алтын. Ішіндегі қағазға жазылған жазуды оқыса, тастан жолды тазартқан адам осы алтындарды алатын болады, деп жазылған екен дейді. Бұдан шығатын сабақ: әрбір бөгет сенің өміріңді одан әрі жақсартатын жақсы мүмкіндік болмақ. Жалқаулық сені ешқайда апармайды. Басқалардың игілігі үшін жасаған әрбір әрекетің жақсылықты қайтарады. Амантай Тойшыбайұлы. Оқыған Гүлбибі Әбусайылқызы.